мен неге жарияламауым керек? Ол кісі, әкімнің орынбасары болған кезде сол шаңырақ мектебін жабуға атсалысқан адамның бірі. Қайдан алдыңыз фотосуретті? Өзім интернет желілерде. Просто с интернета было взято. Мен барып түсіргім жоқ. Ол мынаны былай түсіну керек. Ол кісі әкімнің орынбасары болған кезде қазақ мектебін жабуға жанталасқан адамның бірі. Бүгінгі таңда Аманат партиясының жәнегі басшысы. Солай бола тұра, бірақ адамның көзқарасы өзгереді ғой. Бұл кісі жарайды, ол кезде кішкене былай өргөкірек сондай адам болды. Бірақ партияға келгенде ол кісі халықпен қайнаса жұмыс жасай бастады. Оның ішіндегі бір суреті мен жәнегі салғам мәңгілік алаудың алдында әкімшілік ішкі саясат барлығы түсті. Ол жәнегі 9 мамыр жәнегі біздің Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерге тағзым етудің кезі. Партия ол жеке қоғам болғандықтан мына жерде мемлекеттік қызметкерлермен бірге жұмыс істегенін көрсеттім. Ол жері дұрыс. Екіншісі және қарттарымызға барып көңіл күйін сұрап пакеттерін апарып жүрді. Ол да мені қуантады. Адам өзгерді екен деп қуанып жүрдім. Бірақ одан кейін мектепті тексеретін кезде бір жағынан қуанып қалдым, бұл кісі дұрыс істеп жүр ғой деп. Бірақ содан кейін ол кісі отырып мектептің жаңағы шалағай істелініп жатқанына көзді жұмып тұрып, біз барып қарадық дейді, сапасы деген керемет уақытында салып бітіреді. Сіз өйтіп айтатындай мердігер емессіз. Құрылыстан ешқандай сауатыңыз жоқ, еш нәрсемен тексермеген адам қалай біреуді айдаладағы мердігерді мақтап ала жөнеледі. Мен оға дейін де күнделікті менде тағы да бір флешкам бар, ұмытып кетіп өкінішке орай. Және фото-видеолар. Ал енді Скажите, пожалуйста, вот вы на фотографии написали пословицу, да? Пословицу. Я. Что вы, вот сами вы что подразумеваете под этой пословицей? Бұл сенімсіздік танытқаным, сенімсіздік танытып тұрмын. Недоверие. Сенімсіздік танытқанда қолданылады міне. Сіздерге мен енді филолог, доктор адамның айтуы бойынша дәлелдеп тұрмын. Сезімдікте ондай басқа мақалдар бар ғой, талай көп. Сезікті бірінші секреттер едім. Немесе айтар едім, қисық қалыптан түзу кірпіш шықпайды деп мысалы. А именно вот здесь же вот прям написано. Оны тікелей өзіне қабылдап керек жоқ. Соны сіз қараңыз. Ридер, вот что вы под этим? Ұрыға қой баққан. Міне соны оқиын деп тұрмын. Осы сұрақты бізге біліп қояды. Даудың басы Дайрабайдың қызыл сиыры демекші, соттың себебі ұрыға қой баққызған Ридер деген тиктокта шыққан қазақтың жалпақ сөзі болып отыр. Тіл байлығым жеткенше сол сөздің төркініне тоқтала кетейін. Қой дегеніміз мектеп құрылысына бөлінген ақша. Себебі қазақ көшпенді халық байлықты малмен есептеген. Мал олардың байлығы, яғни біздің қой бізге берген ақша, жәнегі кәсібінің. Ұры деп тұрғанымыз мердігер. Оны ұры деп айта аламын. Менде оларды ұстағанда нелерім бар. Ридер халқы бар қала. Жаңа айтыңыз, ұры деген сіз ұстаған немене ұстадыңыз? Қандай дәлелдер бар? Мен олардан жәнегі арматура сатқызып алған жерлерді білем, цемент сатқызып алған жерлерді білем, олар даже өздері әкеп береді. Цементтің жәнегі еңбек Енді Ридер деген халқы бар қала. Ридер деп тұр ғой сонда, мен про Ридер айтып тұрмын. Ридер қаласының халықтың мүддесін қорғаушы, халықтың мүддесін қозғаушы Аманат партиясы болып, партиялық қадағалау тобын құрды. Аманат жалғыз менің атымнан емес, оның атынан емес, бүкіл Ридердің атынан қадағалап отыр сапасын. Партияның төрайымы партияны басқарып отырған адам. Ол Ағажайып Әсем Борисовна болғандықтан басты сауал соған бағышталады. Осы видеоның шығуына себеп болған қала әкімінің орынбасары Ошақбай Ерболат Құмарханұлының әрекетсіздігі. Әкімнің орынбасарының әрекетсіздігі. Дер кезінде жәнегі сайлау және бақылау тобын құрмағандықтан.
желтоқсан айынан бастап облыс әкімінің орынбасары Нұрғалиевтің тапсырмасы орындалмай келе жатқан Ошақбаевқа бірнеше мәрте қазақ тілі қоғамының атынан, өзімнің атымнан ауызша да жазбаша да хат жолдап бақылау тобын халық қатарынан құрылыстың мәнін танитын адамдар қатарынан құруды сұрадық. Облыс әкімінің орынбасарының бұл тапсырмасы неге орындалмай созбақталды деген ойда болдым. Себебі құрылыста қолданып жатқан құрылыс материалдарының өрескел үнемделіп жатқанын байқадым. Бұл мәселені көтерген басшылар есігін талай тоздырдым. Сол кезде халық арасынан құрылу керек болған бақылау топтың орнына Аманат партиясы барғанын Инстаграмнан көрдім. Яғни бұл құрылыстың сапасына жауапты Аманат партиясы болып шықты. Оны растайтын құрылыс сыртына ілінген баннер. Партия барғанда іштей қуандым. Себебі Әсем Борисовна соңғы кезде халыққа жақын болып, халыққа белсенді көңіл бөліп, жұмысын әлеуметтік желіге салып жатты. Соны көрдім де іштей қуандым. Ал мектепке келген кезде бақылау жүргізудің орнына мердігердің кем-кетігін тексеріп беттеріне басудың орнына оларды мақтау сөзін асыра сөйлеп, проектінен сметаны алып салынып жатқан құрылыстың сәйкестігімен салыстырмай, құр суретке түсіп қайтқандарын көріп наразы болдым. Сол наразылығымды білдірейін деп Аманат партиясына келдім. Әсем Борисовның орнында болмады, оның бухгалтері ғана отырды. Наразылығымды өзім жеке парақшама менің жеке пікірім ретінде жарияладым. Және жариялау кезінде Әсем Борисовнаны ұры қылып шығару идеясын мүлде көздемегім. Тек бақылаушы топ, мұқият берген бақылаушы топқа болмай орынсыз үнемдеуге жол беріп, соны ұрлыққа теңеп, мердігерлерге ерік бергендердің сынын қалдым. Егер Әсем Борисовнаны ұры қылып жариялағым келсе, онда қаратпа сөз ретінде сен немесе Әсем Борисовна ұрысың деп жазар едім. Мұндай мақалдарды бізде ата-бабалар мұра қалып қалдырған. Сөз сымбатын келтіру үшін ұлы абайлар да мақалдарды пайдаланып келген. Халық ауыз әдебиетін түсінбейтіндерге саңырауға сәлем берсең атаң басы деген осындайдан шыққан көрінеді. Ауыл үйдің моншағын күндіз ұрлап түнде тақ деген сияқты қазақ сөзінің мағынасын сотта дәлелдеуіміз халықаралық деңгейде масқара сияқты. Бұл сөз үшін мен сотқа беретін өзі қолағашын күшті болса, киіз ғасыр жерге кіреді дегенге сай. Бұл сотта жеңсем де жеңілмесем де, қазақ айтпақшы, атымнан айырылсам да ер тоқымымнан айырылмаспын. Атам қазақ еш нәрсені текке айтпайды ғой. Нақыл сөздің барлығы өмірден алынған. Қара құрт жеп қой семіреді, қаңсоқта жеп ит семіреді, пара жеп би семіреді. Елін сатып асаған екі күн ғана жасаған. Немесе өтіріктің арты бір тұтам деген осы. Менікі болды. Рахмет тыңдағандарыңызға. Соттан сұрап тұрған сарапшының жәнегі сараптамасын негізсіз деп, және бұл кісінің ешқандай мен ар-намысына тиген жоқпын. Егерде тиді дегеннің өзінде жәнегі видеоның ішінде бар. Бұл кісінің нағыз шынайы бет бейнесі сол жерден көресіздер. Нелікпен айтып тұр мен, жақсы адамның рөлін ойнап, үйреніп алған адамдар. Видеоның соңына дейін көрсеңіз сразу. Виски отказать, да? Я барлығын ал. Давайте по факту. Жақсы болды отырмыз. Так, медиаканал, тебе понятно, да? Перевожу.